Бастау бұлағын Сарыарқаның ұсақ шоқыларынан алып, қазіргі Астананы қақ жарып өтетін есіл, асып тасымай салмақты сабырмен ағатын, жағасына жалпайып жазылып кетпейді, арнасы ортайып төмен түспейді, ұдайы су толған шелектей күмпілдеп тұратын өзен. Ағысы астында беті қайнаған қазандай бүлкілдеп, ақ толқын ойнап жатады. Сол есілдің жарғайынға қарай бұрылар жағасында Мәңгібайдан келе жатқан Борангүл атты қазақ ауылы бар еді. Ертеректе өзімнің жас кезімде осы ауылдың бір келін түсіру тойында болғаным бар. Той не отырыс дәстүрінде, не қазақ дәстүрінде емес, әйтеуір араласып бытысқан жағдайда өтіп жатқанды. Кенет бір адам келді де, соның бірі аяқ астынан өзгеріп сала берді. Әуелі ол маған қалың бұлтты жарып шығып, көзіңді қарықтыра жалт ете қалған күн сәулесіндей елестеді. Үйдің ішінде бір керемет жылылық орнады. Енді кетсем бе екен деп отырған еріксіз бөгеліп қалдым. Үй иесі оны құдашамыз Ақмоладан келді. Пойыздан түскені жаңа қазірде деп таныстырды. Есімі Құралай, өзі де Құралай десе дегенде екен. Салған жерден той тізгінін қолға алып, отырысқа жаңа леп пен шарастық берді. Қазақтың осы күні ұмыт қалып бара жатқан кейбір салт дәстүрі мен ойыннан жиналғандарды еліктіріп, тойдың шырайын шығарды. Оның адамдармен сөйлесуінде, ыңғайласуында бір дегдарлық бар. Мойылдай қап-қара бота көзімен өзіңе елжірей қарағанда айтқанын істетпей қоймайды. Өлеңді де келістіріп айтып, домбыраны да шебер тартады екен. Кең пішілген көк көйлектің етегін жайып жіберіп отырғанда ханзада сияқты көзі ұшқын шашып тұрады. Екі ауыз өлең айтпайтын қазақ болмайды. Сіздерден тойға өнерлеріңізбен үлес қосыңыздар деп, орыс қазаққа өлең айтқызды, домбыра тартқызды, қайсы біреулерін билетті. Әсіресе 100 грамнан кейін қызара бөрткен орыс келіншектері дүр көтеріліп думандатып жіберді. Мен қазақтың ескі дүние-ай, құдаша деген әндерін орындап бердім. Құдашаның сөзіне салмақ салыңқырап, Құралайдың өзіне қарата айттым білем. Ол көзі шоқтай жайнап, күлімсіреп отырып тыңдады. Іштей толғанысқа түскен сәтте екі беті балбұл жанып, жүзі пейіштің төріндей құлпырып кетеді екен. Нағыз әншілер осында отыр екен ғой. Сіздің мына даусыңыз анау-мынаулардан көш ілгері деп мені біраз жерге апарып тастады. Жұрт қолқылап сұрап қоймағаннан кейін екеуміз қосылып Бегімайдың әнін айттық. Сол сәтте, сол күні, сол көңіл күйдің жағдайында бұл енді нағыз ғажайыптың өзі болды. Отырғандар асты үстіне қол соғып, дуылдасып, бізге бундершаф ішкізді. Рюмканы көтеріп жатып, Құралайдың көзіне қарап едім. Ол енді мені іздегендей қадала қарап, іштей бір адам ауызбен айтып болмайтындай ризашылық сезім білдірді. Келіншек ауға оралды деп ойладым мен. Келіншек деп күйеуі бар деген соң айтып жатқаным ғой. Әйтпесе Құралайдың дене бітіміне қарап, есік көрген адам деп айтуға болмайды. Есілдің жағасында өсетін сәмбі талдай сұлу мүсін, аршын төс, аршыған жұмыртқадай ақ тамақ, алаулаған дөңгелеген жүзіне лайық қыр мұрын, оймақ ауыз, әбден піскен бүлдіргендей қызыл ерні оны кез келген қыздан ерекшеленіп тұратын еді. Той кеш тарады. Кісі аяғы сирадау деген бір шақта Құралай екеуміз алдын ала келіспесек те далаға бірге шықтық. Жаздың шаңқай шағы ғой. Түннің өзі күндізгі ыстықтың лебін қайтара алмай бусанып тұр. Тек қана есілден соққан самал жел жаныңа дауа бергендей. Біз бірден өзенге беттеп, әлі айықпаған түн қараңғылығына сүңгіп кеттік. Өзен жағалауында қазот пен шөп жұмсақ, құс мамықтай былқ-былқ етеді. Құралай да мен де аяқ киімімізді шешіп тастап, жалаң аяқтанып алдық. Балалығымыз ұстап кеткен сияқты, ал келіп жүгірейік. Шамасы суға түскіміз келген болар. Жүгіріп келе жатып, киімдерімізді шешіп жатырмыз. Менің жейдем бір жақта, шалбарым бір жақта қалды. Құралай көйлегін басынан асыра шеше бастады да кілт тоқтады. Мен шап беріп оны құшақтай алдым. Ол менің көкірегімді қақ жарып, ішіме кіріп кетердей құшағыма тығыла түсті. Кіндіктен жоғары көтерілген көйлегі төмен түспей, екеуміздің арамызда перде болып тұрып қалды. Дені сау, бұла күш бойын кернеген жас әйелдің жұп-жұмыр бура санынан ескен ыстық леп менің тәнімді қарып, аршын төсі кеудеме тірелді. Екеуміз де әл бермейтін асау сезім билеп алғандай құшағымыз айқаса кетіп ұзақ сүйістік. Бір сәтте Құралай, мені кешір, бұдан артыққа бара алмаймын. Өзің сияқты нарталап күйеуім бар, көзіне шөп салып көргенім жоқ деді. Ал сүйісуші дедім мен. Сен шын көңілмен сүйістің ғой.
Сүйісу мезеттік сезімнің қалауы, ал төсектес болу тән қалауы. Ол ауыр күнә. Соншалық айырмашылық көріп тұрғаным жоқ. Сүйісу арқылы да біз күнәға баттық қой, дедім мен. Жоқ, сүйісу қазіргі виртуалдық байланыс сияқты, деді ол. Қайдағы, ернімізге ерніміз тиді, біз түйістік, дедім мен. Ол екі саусағы менің ерніме басып, әппақ маржандай тістерін көрсетіп сақылдап күлді. Сомдық бір тылсым күш біздің құшағымызды айқастырып жіберді. Әйелдің оттай ыстық ернімен өбіп, тілін сорғанымда коньяктың ба, шарбаттың ба әдемі дәмін сездім. Білесің бе, деді ол, мен саған бір ертегі айтып берейін. Шамасы араб әдебиетінен оқыдым-ау деймін. Қазір есімде жоқ. Баяғыда ертеде бір әміршінің сұлу қызы болыпты. Әмірші қызына елде жоқ көйлек тіктіріп беріпті. Ол көйлектің жағасынан етегіне дейін түймесі болыпты. Сиқыры сонда, түймені жоғары жақтан бастап ағытып, ең соңына жете бергенде қалғандары қайтадан түймеленіп қалатын болған. Мен сол көйлек сияқтымын. Ең соңғы шешуші сәтке келгенде түймелерім қайтадан салынып қалады. Ту, не деген аңқаулық, соншама түймені ағытып не азап, мынау сенің көйлегің сияқты басынан асыра салмай ма, дедім мен. Білгіш бегім, ол көйлектің қасиеті сонда, оның түймесін ағытпай шеше алмайсың, деді ол. Құдайға мыңда бір тәуба, қазір сенің үстіңде сондай көйлек жоқ, жалпы сен жалаңашсың, дедім мен. Құралай сонда барып, өзінің мықынынан төменгі жағы тыржалаңаш екен есіне түсіп, мен ақырын итеріп тастап теріс айналды. Есілдің мың бұралған бұйра-бұйра толқындары жағаны қайта-қайта зілсіз соққылап, жыбыр-жыбыр, қыбыр-қыбыр етеді. Құралай екеуміз аяғымызды суға малып, шалқамыздан жатырмыз. Аспанда жұлдыздар жарығы әлсіреп, таң атып келеді. Мен Құралайға, есілдің ар жағынан көрдім сені, сырғаңды қайық қылып өткіз мені, деп өлеңдеттім. Жоқ, деді ол, сен өтпейсің, арғы бетте қаласың. Мен ақыры ол айтқан жақта қалдым. Алайда арада 10 жылдан астам уақыт өткенде біз екінші рет кездестік. Бұл кезде үкімет Ақмолаға көшіп келіп, қаланың атауы Астана болып өзгертілген шақ еді. Корпорация басшылығының бұйрығымен Ордабай облыстық теледидарына бас редактор болып орналасқан едім. ТВ бағдарламаларын цифрландыруға байланысты республикалық семинар өтетін болып, бас инженер екеуміз Астанаға келдік. Семинар бұрынғы парламент мәжілісінің үйінде кіші залда өтті. Үзіліс кезінде түскі асты жақын жердегі өзіміз орналасқан Есіл қонақ үйінің ресторанында ішіп отырғанбыз. Ішкі түйсігім ту сыртымнан қадалған бір тосын көзқарасты аңғарғандай болды да, жалт қарағанымда алыстау түкпірде отырған бір әйелдің өзіме тесіле көз салып отырғанын аңғардым, бірақ түрін жыға тани алмадым. Ал көзі біреуді еске түсіргендей болды. Біртүрлі таныс, жылы көзқарас. Апырау, кім болды екен деп ойлағанымша болған жоқ. Ол орнынан тұрып маған қарай жүрді. Жақындаған сайын сана түкпірінде сығалаған бір ескі көріністің беті ашылып, мен оны тани түстім. Құралай, баяғы Құралай ғой мұнай. Ой Аллай, бұл қайдан жүр? Мен де орнынан атып тұрып, екеуміз құшақтасып, амандасып, мәз-мейрам болып жатырмыз. Осында, мынау әкімшіліктің ішкі саясат бөлімінде істеймін, деді ол. Оның әкімдіктеп отырғаны Есіл қонақ үйінің тап қарсысындағы 7 қабат зәулім үй. Бір кезде оның 7-ші қабатында біздің редакция болған. Бұл маңай, мынау қонақ үйі маған өте таныс. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары менің біраз ғұмырым осы жерде өткен. Көп сөйлесуге Құралайдың уақыты тығыз болды. Тәртіп кеңес жұмысы дегендей, біз кешкілік кездеспек болып келістік. Осы қонақ үйдің 3-ші қабатындамын, 33-ші бөлме, дедім мен. Келем, деді Құралай. Қонақ күтетін болған соң бұрынғы бойға сіңген әдетпен бөлмешін жинастырып, бірер шөлмек ішімдік, тіске басар жеміс жидек, сапалы тамақ алып қойдым. Менің бөлмемнен әкімдіктің алдынан беті алақанындай анық көрінді. 7-ші қабаттың оң жақтан санағанда 6-шы, 7-ші, 5-ші терезелерінде біздің кабинеттер болып еді. Бастығымыз ауданнан бастап Төлеген, Жылқыбай, Бәдуан, Қайыркен, қыздардан Бақыт, Бақытжамал, Жұматай, тағы басқа жігіттер үпір-шүпір болып шахмат ойнап, дүниені асты үстіне түсіріп сапырып жүруші едік. Ол да бір өткен ғұмыр, қоламтаға айналған шоқ. Үрлесең бәрі есіңе түсіп, санаң жаңғырып қоя береді. Сонда ғой, Жұматай марқұмның президент Назарбаевқа өлеңмен хат жазып, кезектен тыс пәтер алатыны. Оның тілі тотияйын ғой, тиген жерін ойып түсетін. Құралай уәдесінде тұрды. Сағат кешкі 9-дарға таман келіп есік қақты. Ту, заман өзгерсе де, кеңселердегі жұмыс істеу тәртібі баяғыша қалыпты ғой.
тым кеш шығады екенсіңдер дедім мен. Айтпаңыз, деді Құралай. Қағаз бастылық қосылмаса азайған жоқ. Жарты ғұмырымыз осы кеңседе өтеді. Ол күлді, бірақ көзінде мұң бар. Жүзі де бұрынғыдай емес, солғын тартқан. Әр жерде болмашы әжім ізі сезіледі. Отырыс жақсы болды. Шарап іштік, тамақ іштік. Қазіргі саясатқа, Астанаға байланысты талай әңгіме айтылды. Ақырында сөз реті енді Құралайдың жеке басына тірелді. Жасыратыны жоқ, күйеуіммен сүйіп қосылдым. 5 жыл бірге тұрдық. Соның алғашқы 2 жылында өзімді бақытты сезіндім. Қалғанының бәрі азап, деді Құралай. Басты себеп баламыздың болмауы, бармаған жеріміз, қаралмаған дәрігеріміз жоқ. Кінә өзінен екенін білгеннен кейін күйеуім ұнжырғасы түсіп, мүлдем өзгеріп кетті. Өзім де көшеде кішкентай бала көрсем, есімнен танып, мүжіліп шаршап қалатын болдым. Жазығым не, жаратқан ием-ау, көшеге баласын тастап кетіп жатқандарға қиған бір шарананы бізге қимайсың ба деп егіліп талай-талай жыладым. Бала асырап алайық дедім. Күйеуім көнбеді. Алла тағала бізге бұйыртпаған екен. Енді оны қолдан жамап жастағаннан не болады, деді. Сөйтті де маған бостандық беріп, өзі кетіп отырды. Күні бүгінге дейін қайда жүргенін білмеймін. Түк хабар жоқ. Мен әйелдің жан азабын бөліскім келіп, оны құшақтап, бетімді тигіздім. Оның әлі де тып-тығыз денесі, қомақты қос анары жанасқан сайын менің дегбірімді қашырды. Екеуміздің де тыныс алуымыз жиілеп, абай данышпан айтқандай, етің етке тигенде тән шымырлап, бой еріп, ішім оттай күйгенде дерлік кейіпке түстім. Құралай көйлегін басынан асыра шешіп лақтырып жіберіп, қарсы алдыма тұра қалды. Енді қалғанын өзің шеш дейтін сияқты. Мен тізерлей отырып сан түрлі гүл жапырақтарының суреті салынған тілдей трусигін сұқ саусағыммен тартып, тізесінен төмен түсірдім. Сонан соң бюстгальтердің түймесін басып ағыттым да орындықтың басына қойдым. Қос алмасы тіп-тік, оң жақ емшегінің ұшында қарақаттай мең бар екен. Мен соған қарап тұрыңқырап қалсам керек. Құралай, сен енді осылай отырасың ба, шешінсейші, деді. Мені соншалық ептілікпен шапшаң шешіндіре бастады. Тек қана ең соңғы киімді шешерде сәл кідірді де тура мен сияқты сұқ саусағымен оны төмен қарай сырғытып жіберді. Менің анадан туғандай кейпімді көргенде ол бүкіл буындары құрысып ұстамай қалғандай таяу тұрған кереуетке сылқ етіп құлай кетті. Бұл енді талайдан бері ешкіммен төсектес болмағандықтың әсері шығар. Әйел жаны тым нәзік қой деп ойладым мен. Дүние тылсым, бір сәт тас болып қатып қалғандай. Бөлмеде біздің ынтыққан ыстық сүйісіміз, менің ауыр-ауыр алған тынысым, кереуеттің сықыры, 62 тамыры иіп, үгітіліп шамырқанған әйелдің сәл ыңырсыған дыбысы ғана естілді. Төсекте мен өзімді тау көтерген толағай батырдай сезіндім. Бұрын соңды болмаған ерекше қарқын, алапат күш-қуат тұла бойымды кернеп тұрып, ләззат сәт әдеттегіден әлдеқайда ұзаққа созылып, Құралай ең кем 2 рет оргазм алғандай әсер берді. Бұл түн буырқанған сезім түні. Еркек пен әйелдің бір-біріне деген сәйкесімділігі жарасқан түн болды. Әйел құшағында өзімді жайлы сезінгенім соншалық. Менің бұған дейінгі өмірім бір басқа, мынау бақыт құшағындағы сәт бір басқа сияқты көрінді. Арада 1,5 айдай уақыт өткенде Құралайдан мен бақыттымын, аяғым ауыр деген SMS алдым. Сонда маған әттеген-ай, біз баяғы бірінші кездескенде осындай тәуекелге барсақ қой. Құралайдың күйеуі баланы өзімдікі деп қабылдап, бақытты өмір сүрер ме еді? Қазір өзі қайда екен? Дертіне ем тауып жазылды ма? Мүмкін үйленіп балалы шағалы болған шығар. Әлде жоқ, олай ойлауға дәтім бармайды. Бұл күнде медицинада мүмкіндік көп қой, бір шипасы табылған шығар. Лайым солай болғай. Ондай жағдайда ол азамат мені кешірсін. Менің жазығым не, періште емес, ет пен сүйектен жаралған пендемін. Өмір атты үлкен сахнада бар болған өзіме тиесілі рөлді ойнап шықтым деген ой келді. Біраз ойласқаннан кейін WhatsApp-пен: Құралай, қуанышыңа ортақпын, әкесі екендігімді мойындаймын деп жауап жазып жібердім.